Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында арықтаудың сіз білмейтін бірнеше құпиялары туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Қысқа мерзімде көптеген килограммнан арылсаңыз, сіздің дәм сезінуіңіз өзгеруі мүмкін. Артық салмақтан арылуды армандайсыз ба? Мүсіннің мінсіз болғанын кім қаламайды? Әрі денсаулығыңыз да жақсара түседі. Мамандар арықтау арқылы созылмалы аурулардың, әсіресе жүрек қан тамырлары мен қант диабетінің қаупі азаятындығын дәлелдеген. Денедегі майдан арылудың көптеген біз білмейтін пайдалары бар. Жоғары энергия бұл салмақ тастай бастаған адамдарда бірден байқалатын ерекшелік. Өйткені қосымша салмақ алып жүру оңай емес. Ал артық жүктен құтылғаныңызда сіз өзіңізді жеңіл сезініп және еш кедергісіз қозғаласыз. Баспалдаққа көтерілгенде немесе жаяу жүргенде, жүгіргенде демігіп шаршамайсыз. Есте сақтау қабілетіңіз жақсарады. Швед ғалымдары 6 ай бойы егде жастағы әйелдерге салмақ тастау тәжірибесін жүргізеді. Зерттеудің нәтижесі таңғаларлық болған. Ғалымдар мидың белсенділігінің жоғарылағанын әрі жад тестілерінің нәтижелері жақсара түскенін анықтайды. Әйелдер барлық ақпаратты жеңіл есте сақтай алатын болып шыққан. Семіздікке шалдыққан адамдарда, әсіресе дене бітімі алмұрт тәрізді әйелдерде есте сақтау қабілетінің нашарлығы жиі кездеседі екен. Ара қатынастың беріктігі артады. Артық салмақ жоғалтқаннан кейін сіз өзіңізді сұлу сезінесіз. Әрине, белден жоғалған сантиметр жұбаймен қарым-қатынасты нығайту үшін жеткіліксіз. Әйтсе де америкалық зерттеушілер 30 килограмм немесе одан да көп салмақ жоғалту отбасылық қарым-қатынасты жақсартатынын айтады. Салмақ жоғалту қауіпті дерттің алдын алады. Семіздік белгілі бір қатерлі ісік түрлерінің пайда болу қаупін арттырады. Салмақтың көп мөлшері ағзадағы қабыну процестеріне ықпал етеді. Сонымен қатар дененің жасушаларында өзгерістер тудырады. Ал салмақ жоғалту кезінде адамдар дерттің пайда болу қаупін 5%-ға азайтады және олардың денсаулық көрсеткіштері айтарлықтай жақсарады. Сонымен қатар депрессиядан арылады. Толық адамдар көбінесе депрессиядан зардап шегеді. Керісінше кейбіреулер депрессияға түсіп, артық салмақ қосып алып жатады. Ғалымдардың пікірінше, көптеген адамдар артық салмақ жоғалтқаннан кейін бақытты бола бастайды. Бірақ бәрі бірдей емес. Тіпті кейбір адамдар 50 килограмм жоғалтқаннан кейін де өзгермейтіндері бар. Өзгеше дәм. Егер сіз қысқа мерзімде артық килограммнан арылсаңыз, сіздің дәм сезінуіңіз өзгеруі мүмкін. Стэнфорд университетінде жүргізілген зерттеулер артық салмақтан арылған адамдардың 87%-ында дәм сезу қабілетінің өзгеретінін хабарлаған. Сондай-ақ артық салмақ жоғалту сүйектеріңізді нығайтады. Артық салмақтан арылу буындарға түсірілетін жүкті азайтады. Қалыпты салмағы бар адамдар денсаулығына толықтарға қарағанда аз ақша жұмсайды. Шынында да семіздікке шалдыққан адамдардың әртүрлі созылмалы аурулар бар. Кейде ауыр дерт болуы да мүмкін. 2014 жылы жүргізілген зерттеу көрсеткендей, толық адамдар кез келген ауруды емдеуге олардың салмағы қалыпты құрдастарына қарағанда 90% артық шығын жұмсайды екен. Егер өзіңізбен бірге артық салмақ тасып жүрсеңіз, онда жүрек пен өкпені қинайсыз. Ондай адамдарға кез келген қозғалыс қиын. Ал салмақ жоғалтсаңыз, онда жаттығу жасау оңай болады. Ол тіпті сізге қуаныш сыйлай бастайды. Білесіз бе, жоғалған әрбір келі спортшылардың жүгірісін тездетеді екен. Көптеген зерттеулерге сәйкес, 6 айда дене салмағының кем дегенде 5%-ын жоғалтқан адамдар бұрынғыға қарағанда 22 минут артық ұйықтай бастайды. Яғни кішкене салмақ жоғалту ұйқының айтарлықтай жақсаруына келеді. Ал тыныш ұйқы дененің майын азайтуға ықпал етеді. Майлы адамдарда тыныс алудың қысатын факторлары, сонымен қатар жоғарғы тыныс жолдарын тежейтін жұмсақ тіндер бар. Ұйқының нашар болуы осыдан. Егер сіз көп салмақ тастап,
жүкті болуға тырыссаңыз, онда арықтағаннан кейін сіздің мүмкіндігіңіз арта түседі. 2009 жылғы ғылыми еңбектер адам толықтығының бедеулікке және поликистозды аналық безге әкелетіндігін дәлелдеген. Салмақ жоғалтқаннан соң сіз тек жүкті болып қана қоймай, дені сау баланы өмірге әкелесіз. Салмақ тастау адамның денсаулығы мен көру қабілетін жақсартады. Артық салмағы бар адамдарда қант диабетін күшейту қаупі жоғары. Ал бұл ауру әсіресе екінші типті қант диабетіне, көздің жағдайына кері әсерін тигізеді. Артық салмақтан арылу арқылы сіз қауіпті сейілтесіз. Бүгінгі пайдалы кеңесім кәдеңізге жарасын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Пікір қалдыруды да ұмытпаңыз.